Армысыздар, құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі кездесу Меруерт Айталы. Бұл кісі радиология, сюцай, нумерология, психология, сатху тақтасын меңгерген өте білікті маман. Мінекей біз бүгін ашық әңгіме жүргізбекпіз. Өздеріңіз білесіздер, 21 ғасыр бұл адамның өз-өзін білу, өз-өзін зерттеу, сондай бір зерттеудің, жаңашылдықтың жылы. Сондықтан да әр адамның өзінің туған күні қалай әсер етеді, мінезі қандай, соның барлығына қызығушылығымыз артып бара жатыр. Сондықтан да мен Меруерт ханымды бүгін студияма шақырып отырмын. Енді бүгінгі кездесудің ерекшелігі неде? Әрқайсыларыңыз өздеріңіз жайлы білгілеріңіз келеді. Қандай адамын, маған қандай миссиям не, өмірге не үшін келдім деген сияқты. Сол үшін сіздерге қызықты болу үшін біз елімізге танымал эстрада жұлдыздарының туған күндерімен байланыстырып, солардың өмірлеріне қатысты ақпараттарды қазір Меруерт ханым екеуміз айтамыз. Меруерт не деп айтады екен? Енді сіздер де мүмкін сол айда, сол күнде туып қалуларыңыз мүмкін, сіздерге де пайдасы тиіп жатар. Сондықтан ендеше әңгімемізді бастайық. Қайырлы күн болсын баршаңызға. Перизат ханым, сізге рахмет. Осындай керемет жоба ұйымдастырып, осы дүниені ары қарата талдап, қазіргі таңда екінің бірі, былайша айтқанда, өзінің миссиясын, өзінің айналысып жүрген ісін, тіптен десеңіз, барып жүрген жұмысын жақсы көрмейді. Неге? Өйткені адам баласы айтады, екі ақ нәрсені білген кезде өзінің бақытты екенін сезінеді екен. Ол біріншісі дүниеге келген күні, және де бұл өмірге дүниеге не үшін келген күні. Осы екі күн адамның өмірінде ең үлкен маңызды рөлді ойнайтын күн. Сол күннің бірі осы маған келіп қаншама адамның миссиясын тауып, сонымен қатар жан дүниесін, жан жарасын емдеп, үзілген үмітін қайта жалғап жүргендіктен бүгін Елдос мырзамен Таңшолпан келініміз, яғни келіншегіне бүгін талдау жасайтын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейік, кәдімгі Елдос өзіміздің Колобок және Танчо. Осы екеуінің туған күндерін біз біліп алдық. Енді қазір Меруерт бізге разбор жасап береді. Жалпы тек қана нумерология емес, бұл жерде радиология да бар, психология да бар. Тек қана сол туған күніне қарап, оларға мінездеме береді. Ал ендеше құлағымызды түріп тыңдайық. Жақсы. Жалпы, туған күн, бұл жерде дұрыс айтып отырсыз, 5 саланы біріктіреміз. Радиология деген, яғни тектану. Қазіргі таңда өте қатты белең алған, сіз қанша жерден психологқа барыңыз, бармаңыз, бірақ сіздің тегіңізде проблема болса, сіз психолог ол сізге ешқандай көмек бере алмайды. Неге? Өйткені сіз тегіңіздегі мәселенің нүктесін қоймайынша, 7 ұрпақ төмен, 7 ұрпақ жоғары қарғысқа батсаңыз белшеңізден, сіз міндетті түрде тек қана сол кредитпен қарыздың аула астынан ар жақ бер жағына кете алмайсыз. Одан кейінгі барып, мысалға астрология деп байланыстырамыз. Астрология дегенді тіптен елдер ойбай жұлдызнама десе шоши бастайды. Шошитын нәрсе емес, бұның барлығы ғылым. Ең бастысы без фанатизма. Ештеңеге табынбай, барлығының ғылым ретінде, білім ретінде ғана қарау керек. Немесе жаңағы сюцай болсын, нумерология болсын, елдің бәрі ойбай сандарды не деп сұмдық мынау деген, бұл деген Аллаға серік қосу деп те адасып жататын кездер болады. Бірақ енді мен қаншама білімді меңгерген маман ретінде, қаншама жылдық еңбегім, қаншама жылдық тәжірибенің арқасында осыншама білімді жинақтадым. Енді сол 5 саланы біріктіре отырып, қазір Елдос мырза мен Таңшолпан ханымға жақсылап бір разбор жасаймыз. Елдос мырзаның туған күні 30 қаңтар 1992 жылы екен. Көрермен сіздерге де құлақ қағыз, туған күнін құттықтауды ұмытпаңыздар дейінші. Ал Таңшолпан ханым, мүмкін дәл осы күні туылған адамдар бар шығар. Бірақ бар болуы мүмкін, бірақ ортақ қасиеттері болғанмен әр адамның, мынау айтады ғой, көзінің қарашығымен қолындағы отпечаткасы біріне сәйкес келмегендіктен, дәл солай туған күнде де әркімнің өзінің ерекшелігі, өзінің бойындағы Алла берген кереметтілігі бар екендігін ұмытпауымыз керек. Олай болса, енді Таңшолпан ханым 8 қаңтар 1991 жылы дүниеге келген екен. Қазір енді біз талдауымызды жасап қойдық, енді соған тоқталып кетейік. Жалпы сюцай бойынша сана деген дүние бар, және де миссия деген дүние бар. Число сознания, число миссия деп айтады. Елдос мырзада үштіктер бізде көбінде генийлер деп айтуға болады. Ол кісілер дүниеге келген кезде бүкіл әлемнің энциклопедиясы ашық тұрған деп айтады. Олардың ең көп айтатын, жиі айтатын сөзі мен білемін деген сөзді айтады. Демек, біздің колобогымыз өте білімді болып тұр. Өте білімді. Өйткені мен сіздерге айтайын, тіптен десеңіз, ол кісінің қазіргі таңда мысалға үшін енді блогер дейміз, танымал адам, Қазақстанның мен деген беткес тұрған азаматтарының біріне бірегейіне айналып жатыр.
қуаныштымыз. Тіптен десеңген басы байыса қазақ байысын. Елдос мырзаның үштіктер өте мықты анализдің адамдары. Олардың мынау жан дүниесі айтады ғой, через наставничество, яғни біреуді үйрету арқылы, біреуге білім беру арқылы, біреуді бағыттау арқылы кәдімгідей дамып ары қарата өз-өзін таба алады. Ал енді сана саны мен миссиясын тағдыр саны деп айтып жатамыз. Тағдыр санына келетін болсақ, жетілікті құрайды. Жетіліктер енді бұл өмірге келген кезде өзінің басты миссиясы, олар деген Алланың берген былайша несібесімен дүниеге келетін бала. Бұндай балалар отбасын асыраушы, отбасының қамқоршысы, әке орнына әке бола алатындай. Тіптен десеңіз, өмірінде бүйтіп алып қарап жіберсеңіз, шын мәнісінде Елдос мырза кәдімгідей анасының қасында, анасын киіндіріп қыдыртатын сол Елдос ғой деймін. Өйткені Инстаграмда үнемі байқап отырамыз, анасы мәз болып еркелеп жүреді. Бүкіл аналар соның анасына қызығады. Мысалы, осы жерде Сәкен ағамыздың айтып кеткен, анасының айтып кеткен сөзі бар. Сол қатты жүрегіме батып өткенде сол маған бір инсайт берді. Айтады, анасы бар адамдар қартаймайды емес дейді. Баласы жақсы адамдар ғана қартаймайды дейді. Сол сияқты Елдос сияқты болсын бала. Бала болса Елдостай болсын деп айтқым келеді. Неге десеңіздер, сонда демек Инстаграмда негізі көбісі маска киеді. Сонда Елдостікі маска емес қой. Елдостікі шынайылық басым. Ол жұмыстаса да бірден айтып тастайды. Үштіктер кішкене былайша айтқанда сабырсыздығы бар. Кішкене емес, кәдімгідей нормальный сабырсыздығы бар. Төрттік жоқ, шыдамсыз, сабырсыз. Көп жағдайда Алла тағаланың 99 көркем есімі ас-сабур деп ішінен айтып жүрсе, тіптен нұр үстіне нұр болады. Неге десеңіз, жан дүниесіндегі мынау аса шыдамсыздығын, сабырсыздығын тек қана сабырмен, шыдаммен ғана тоқтата алады. Ал мінезіне келетін болсақ, жалпы әр санның өзінің жауап беретін қасиеті бар. Бірліктер, екіліктер деген сияқты, екі ғана бірі бар екен, мінезі бірде көл, бірде шөл. Түске дейін Алматының ауа райы, түстен кейін Астананың ауа райына өтіп кетуі әбден мүмкін. Жалпы тілін тапса, бірақ бұндай адамдар, Елдос мырза сияқты кісілер, тілін таба алсаңыз, бұдан жақсы адам, бұдан керемет кәдімгідей жомарт адам жоқ. Неге десеңіз, бұл соншалықты жомарттығы үштіктер қолындағы барын беруге ешқашанда аямайды. Өйткені олар білет, білім арқылы олар тағы да одан да көп ақша таба алады. Демек, жымот емес қой. Ешқандай жымот емес, жомарт деп айтуға болады. Одан кейін екіліктер 4x бар екен. Екіліктер ой энергияның адамы. Сол себептен бұл кісі деген энергиясы тасып тұрады кәдімгідей. Тіптен десеңіз, ол адамды жақынырақ танитын адамдар мүмкін білетін шығар. Қолын бүйтіп ұстап қалғанда алақаны жанып тұрады ондай адамның. Алақаны, табаны жанып тұрады. Қысы жазы. Энергиясы көп адамдар ресурстарын, энергиясын сондай жақсы іспен айналысу арқылы, ал энергия білесіздер ол ақша. Ақша, сол себептен Елдоста өте көп, бұдан да көп болады. Неге десеңіздер? Кешке дейін сторис түсіреді. Оның бәріне қаншама энергия керек. Оның бәріне өзі қаншалықты, мысалы, дене бітімінде енді өзі үнемі айтады ғой, мен диета ұстаймын, тағы басқа деген сияқты. Шын мәнісіне келген кезде ешқандай диета ұстамаса да, ол сондай қалпымен бүкіл халықтың сүйікті ұлына айналып кеткен. Тіптен десеңіз, енді жаңағы колобок деп жатырсыздар, жалпы оның өзі көзге түседі. Хит, сол себептен адам өзінің минусына емес, плюсына көбірек мән беру керек. Неге десеңіздер, себебі адамдар көп жағдайда былай жасап жатады. Өзінің әлсіз тұсына мән берген сайын адам фокусын неге қояды? Сол дүние қатты өсіп, өркендеп кетеді. Соған мән беру керек. Сол себептен минустарыңызға емес, плюстарыңызды дамытыңыздар. Колобокқа арықтамай қой деу керек. Қажет емес. Денсаулыққа көбірек көңіл бөлу керек. Өйткені денсаулықты төрттігі болмағандықтан денсаулыққа көбірек көңіл бөлмесе, денсаулығында әсіресе буындары кәдімгідей әлсіз болуы мүмкін. Жаяу көбірек жүріп, және де таза ауада, табиғатта жиірек серуендеген абзалырақ. Одан кейін үштіктер адам жалпы оқу білімге, адамның логикасына жауап береді. Бір емес, екі үші бар. Көп жағдайда Алла тағаланың беріп қойған қасиеті, қабілеті, Алла тағала бұл кісіге аян арқылы көп нәрсені сездіреді, білдіреді. Тіптен десеңіз, көп жағдайда түс арқылы көп нәрсені көреді, сезеді. Тек қана интуицияны дамыту керек. Себебі бұл кісіде сегіздік жоқ, интуицияны міндетті түрде дамытқан кезде, енді бұл кісінің былайша айтқанда әлсіз тұсы ғой, интуициясы жоқ. Сол интуицияны дамытқан кезде өзінің көріп тұрған дүниесін алдын ала болжап білетіндей де, былайша айтқанда айтады ғой, экстрасенсорный қабілеті бар. Бар. Алла берген. Сегіз деген ол не ол? Сегіздік адамның біріншіден адамның алдындағы жалпы жауапкершілігіне жауап береді, сонымен қатар интуицияға жауап береді. Ішкі жан дүниедегі интуиция. Жауапкершілігі аздау. Бар. Онысы да бар. Аздаулығы бар. Себебі бұл жерде енді бұл Сюцай ғылымы болсын, жалпы менің зерттеп жүрген дүниемнің барлығы
барлығы енді баяғыдан бері зерттеліп қойғандықтан біз оны ары қарата өзіміздің ыңғайымызға, осы қазақи менталитетке сәйкестендіріп, жаңағыдай адамдарды адастырмай, тура жолға түсіру арқылы біз көп жағдайда зерттеу жүргіземіз. Иә, сол кезде ең басты мәселе бұл кеңесіме жүгінген кезде мен адамның әлсіз тұсы мен мықты тұсын айтып, ол адамның миссиясы қандай екен, қай іспен айналысқанда адам кәдімгідей рахаттанып жүріп ақша табатынын біледі. Ал бұл Елдос қандай іспен айналысу керек, миссиясы не? Елдостың миссиясы, бағанада айтып кеттім, үштіктер ол білім берудің адамдары, Білім наставничество. беру керек. Білім беру, жалпы энергия беру. Білім беру дегенде энергия беру ғой, былай қарасаңыз. Яғни бұл кісі өзі жалпы үйреткенді жақсы көреді. Үйрету арқылы бұл кісі өте көп жетістікке жетер еді. Бұдан да, мысалы қазір енді бұл мынау заманына қарай адамы дегендей инстаграмның заманы болғаннан кейін ақша да сол жақта болғандықтан, егер де тіптен десе сол инстаграмда әртүрлі курстар ұйымдастырып, әртүрлі білім беру, яғни инфобизнес саласына да аяқ басса, мынау керемет тамаша ментор, ұстаз болып шыға келеді. Неге? Өйткені үштіктер олар білімнің адамдары. Олар айтатын ғой, олар дүниеге келгенде бүкіл әлемнің энциклопедиясы ашып тұрған. И және де олардың көп айтатын сөздері мен білемін. Я знаю деген знатоктар. Одан кейін бестікі бар, эмоциясына жалпы былайша айтқанда берік, көп жағдайда жаңағыдай көңілшек былайша айтқанда тез жылап қалады, тез тіптен десеңіз жылап алса ол өте қатты жеңілдеп қалады. Бірақ ішкі жан дүниесін елдің бәріне 100% ақтарып бере береді деп айта алмаймын. 60% айтқанмен 40% сақтап қалады. Және де Елдос мырзаның бойында ең басты былайша айтқанда кесел деп айтайыншы, жалқаулық бар. Жалқаулығынан арылу керек. Сол жалқаулық ол кісіні кәдімгідей дене бітімінің де өзгеруіне әкеліп соғуы әбден мүмкін. Негізі арық болып жүру, жарық болып жүру, жұлдыз болып жүру, құндыз болып жүру барлығы еңбек, және де ол психология. Жетістікке жетудің 80% психология болса, 20% әрекет екен. Сіз арықтаймын деп әуреге салғанша жақсы психологпен проработка жасасаңыз, барлығы саптай тиылып, әп-әдемі болып шыға келеді. Шын мәнісінде. Және де 7 бала бақыты бар бойында, Алла тағала берген, былайша айтқанда, сәттілік коды бар бойында. Алла тағала сол сәттілігін серік қылып, қасына жақсы келіншек жолықтырып, сол ол кісі келіншегінде де 7-сі бар, яғни несібелерін біріктіре отырып арттырып тастаған. Алла құба құп қосқан жұп негізінде. Успешный адам. Өте. Егер де бұны ары қарата тек тану саласымен зерттегенде көп сұрақтың жауабын алуға болады негізінде. Ол үшін бізге ата-анасының туған жыл ай күні керек, және де тіптен мүмкін жеке кездесіп консультация алса болады. 8-дік жоқ, жауапкершілік жағынан кішкене болса да ақсайсыз, мойындау керек. Және де 2-9 бар. 9 адамның есте сақтау қабілетіне жауап береді. Сонымен қатар жалпы ең басты нәрсе ол 9-дықтар адамның мақсат қоюына жауап береді. Кейбір адамдар мақсат тұрмақ армандай алмайды. Ал бұл кісі мақсат қойса, мақсатына жетпейінше қоймайды. Айтады ғой, қадалған жерден қан алатын адам. Және де танк сияқты кәдімгідей барлық жерді тесіп өтеді. Егер ол кісі жақын уақытта Есентай Ситиден үй алам, немесе бір білмеймін, мен осындай жағдай жасаймын, мешіт соғам десе, ол кісі айтса, сол уақыттың ішінде 6 ай болсын, 3 ай болсын ол кісі жасайды. Өйткені Алла берген сондай мықты бойында қасиет, қабілет бар. Осындай, жалпы енді әрқайсысын жеке-жеке зерттей берсек, шын мәнісінде таңды таңға атыруға болады. Өйткені бұның ары қарата тереңірек, бұл сандар деген соншалықты сыр шерткені соншалықты бұл тереңге үңіле берген сайын, ары қарата адамның қаншама өзі білмей жүрген қабілетін қаражатқа айналдырып, оңай, қиналмай, жанын қинамай ақша табуға болады. Оңай деген кезде бір жеңіл жүзді ақша емес, яғни өзінің қабілетіне сәйкес. Көбінде айтады ғой, хоббиіңді кәсіпке айналдыр деп. Сол құсап, адам өзінің рахаттанып істейтін жұмысынан ләззат алғанда, адамға сол кезде энергия, позитивті энергия келген кезде, позитивті энергия тең ақша, негативті энергия тең қарыз. Осыны ұмытпау керек. Тоқтат көреге. Наның өзін біраз түсіріп тастадық.